арақ алуға келгем. Келсем мында жатыр. Басқа ешкім көрмедің бе? Жоқ, ешкім көрген жоқ. Мать. Шу шығарып, паника шығарып жүрмеңдер. Ешкім білмесін. Түсіндіңдер ме? Пошли вон отсюда. И в этот момент, короче, он с пивом за рулем. Хули стоите, блядь? Никто не уезжал из той ханы. Никак нет, господин генерал. Двое на главный, двое на черный вход. Никого не выпускать и не впускать, понятно, блядь? Так точно. Выполнять! Таза ұждайық та кішкене. Не болып жатыр? О, Фатима, біз знап шығармай дедік? Неге шығармай тұрсыздар? Приказ. Не приказ ол? Арыстан, не болып жатыр? Тез Ясел мен Ерғазын тап. Мен сендер келіннің бөлмесін өтем. Не болып қалды? Марат қайда? Тез тап, сосын сөйлесеміз. Пистолет. Әреке, далаға шығақты? Әкіріңдеме, блядь. Мен шық деген кезде шығасың. Алло. Асеке. Слышь меня? У меня тут ЧП. Что случилось? Мне срочно нужен следак. Самый лучший. Срочно. Төменде что за кипиш? Аға, балаларын неге шығарып қойын далаға? Ерғазы, пожалуйста, отыршы. Тоқташы, неге бәрін жинап алдыңдар? Папа қайда? Отыр деді ғой саған. Папа қайда деймін? Отыр деймін. Официант. Әкелеріңнің денесін складта тауып алды. Біз Мараттан айырылдық. Ешқайсымыз паниковать етпейміз. Түсініңіздер, қиын жағдай. Сабыр сақтап осы залда қалуларыңызды сұраймын. Біз тексеріп жатырмыз. Мен сіздерге уәде беремін. Оны істеген адамды табамыз. Здравия желаю, господин генерал. Майор Шарипов. Иманды болсын. Қарсылық көрсеткен іздері бар. Ішінен пышақтаған. Ох, бауыздап тастапты. Бауырыңыз немен айналысады? Бизнесмен. Строительный компаниясы бар. Жаулары бар ма еді бір конкуренттер деген сияқты? Білмеймін, маған ондайын айтпайтын. Өш алған сияқты аямай сойып тастаған. Әр запистің барын көрейік, допрос алу керек түгел. Сенің таңға дейін уақытың бар. В смысле? Мына жерде кімдер отырған білесің бе? Бәрі шишкалар. Мен олар таңға дейін ғана ұстай аламын. Криминалистерді шақырайық хотя бы? Шақырамаймыз. Шу шығаруға болмайды. Че? Онда мен тергелеймін. Сені мықты следак деп еді ғой. Соның бәрі былжырақ әңгіме болды ма? Аға, қанша мықты болсаң да бір түнде мына қылмысты ашу мүмкін емес. Айлап жүреміз. Тем более мынандай дело. Бауырым, өлтірген адам ешқайда кеткен жоқ. Осында, өзіміздің арамызда жүр. Онда сіз араласпайсыз. Тапсаң болды. Ешкім араласпайды. Иманды болсын. Марат өте тік мінезді болады. Өжет болады. Мүмкін
сол мінезінен де өліп кеткен шығар. Не айтып тұрсың сен? Өлген адамның артынан немене деп сасып тұрсың? Успокойся. Сайпал. Ерғазы, отыр. Успокойся. Зауыр, қой деймін. Мына қарай. Атам ұстап көңіл айтайын десең, кетші. Ой, пацанна. Ішкі камералардың бәрі өшіп тұр. Ешқайсысы істемеген. Неге нахуй? Аға, таңертең ғана тексерген кезде бәрі жақсы болған. Қазір ешқандай материал жоқ. Сука, долбоёб, блядь. Вообще ешқандай запись жоқ па не? Сен не үшін жүрсің мұнда? Соны дұрыстап қарамайсың ба? Ассалаумағалейкум. Майор Шариф. Атың кім? Қуаныш. Қуаныш. Тойды басынан аяғына дейін түсірдің бе? Иә, түсірдім. Қалай ойлайсыз, өлтірген кім болуы мүмкін? Өлтірген адам кім болуы мүмкін? Мен қайдан білем, енді бастады ғой тергеуді. Ай, блядь. Жай сұрағаным қызық болып кетті просто. Капец, да, по идее. Именно байлардың свадьбасында осындай тема болған. Әлгі тойдың иесі өлген адам менің жарты ақшамды берген жоқ. Бля, байлар сараң болып келеді екен. Ол бай болмаса да саған бермеуі мүмкін. Әңгіме ақшада емес, адамдарда. Мынау кісі өлім болған кезде залда болмаған адамдардың спискісі. Аттары аталғандарыңыз осында қалуларыңыз тиіс. Айдос, Ерғазы, Қайрат, Зауыр, Сымбат. Ареке, мен түсінбедім, что это значит? Сен кісі өлімі кезінде ешбір камерада жоқсың. Ты что думаешь, я Марата убил? Білесің қондай сәтте маған көрінбеу керек екен. Қалу керек, тексереміз. Все, мен қалмаймын, все, кеттік. Я Қайреке, блядь! Қайреке, жақсылықпен айтқан істе. Мен бүгін бауырымнан айырылдым. Жоғал десең, жасыратының бар ма? Бір сағатқа ғана. Но потом кетем. Қалғандарын кете берулеріңе болады. Мына тізімде жоқтарыңыз кете берсеңіздер болады, боссыздар. Біз ешқайда кетпейміз. Әкемді кім өлтіргенін білгенше, біз осында боламыз. Бәріңіз қаласыздар ма? Тағы да кім қалады? Жарайды. Өздеріңіз біліңіздер. Фатима ханым, столдарды не істейміз? Біреуін қалдырыңыздар. Қалғанын жинап тастаңыздар. Акиматта жұмыс істейсіз солай ғой? Камера выключи. Протоколға керек, айып етпеңіз. Там не пофиг қай жер керек екен. Өшір деген соң өшір. Қайреке, слово офицера. Бұл запись еш жерден көрінбейді. Мараттың фирмасына жұмыс істедің бе? Иә, істедім. Кейін шығып кеттім. Не үшін кетіп қалдың?
Кеткім келіп кеттім. Бөлек бизнес ашқым келіп. Пап, неменеге мынаған қызды беріп жатсың? Мына кішкентай ғой. Мамасының баласы толымыз екен көрініп тұр ғой. Алсаң көп оттай берме. Солай істеуім керек болды. Солай істедім. Бұл теманы енді қайтып қозғаушы болма. Түсіндің бе? Мен Раушанның інісі Қайрат Жоламановтың әйелі. Иә, әкімнің орынбасарымын. Марат қашаннан бері танисыз? 20 жылдай. Бір поселокта өстік. Жұмыстың барлығын бірге бастадық. Қай жерде жұмыс істейсіз? Еш жерде Вообще былай, немен айналысасыз? ештемеймін. Просто гуляй. Марат екеуіңіздің араларыңызда қарым-қатынас қандай еді? Ну, нормально. Душа в душу. Былай жақын дос болдық. Ана камераларда сыртқа шыққаныңыз бар. Не үшін шықтыңыз? Мен оны сізге түсіндіріп берейін. Маған Марат SMS жазды. Қазір көрсетем. Далаға шықшы деді. Міне. Қай уақытта? Бірақ бұндай SMS-ті маған ғана жазбаған. Шықсам бәріне жазыпты. Ерғазы оған звондады, но он не взял трубку. Біраз тұрдық, күттік. Кейін арғай тойлап кеттік. Я и сама не поняла. Мы все стояли, ждали его, но он так и не пришел. Білесің бе, братишка? Марат өзінің жазасын алды деп ойлаймын. Жалпы адам бұл өмірде жасаған қателік үшін по-любому жауап беру керек. Марат сонда именно не үшін жауап беру керек? Жасаған косяктар үшін, қателіктер үшін. Енді адам бәрі қателесеміз ғой. Мен де, ол да. Алқаштың сөзін қайтесің. Іші боп қаям жей береді. Ха-ха-ха-ха. Трупты біреу қозғады ма? Келесі өлік болғыларың келмесе, өз-өздеріңді өлтіріңдер. Беш көрейін. Арыстан, енді не істейміз? Қазір тағы бір отряд шақырам. Мына жер төңкеріп шығады. Сендер ешқайда шықпаңдар, осында болыңдар. Және қайда? Әсел, Және қайда? Я не знаю. Она куда-то вышла. Тез звонда оған. Бол. Звондап жатырмын. Көрмедіңдер ме Жәния? Көрген жоқпын мен. Бағана жүрген. Бойцы, быстро сюда в зал! Найдите мою дочь! Бегом! Выключите!
Где твои бойцы? Бля, официанттар да жоқ. У меня нету телефона. Қызым. Еш жерің ауырып тұрған жоқ па? Басым ауырып тұр. Кет. Бля. Шиш. Бу. Лимонка на растяжке. Чего? Граната. И что, мы типа отсюда не выйдем, что ли? Енді не істейміз сонда, осында қаламыз ба? Есті ашып көр, бәріміз жарыламыз. Так, бәрің артқа. Да нихуя, блядь, никакой граната нет, блядь! Долбоёб! Бәрін күнәһарсыңдар. Бәрін кінәлісіңдер. Бүгін бәрін күнәларың үшін жауап бересіңдер. Қайсы мұнан істеп атқан зайбал? Араларыңдағы ең бірінші күнәһарды табуларың керек. Нихуя си. Оны таппайынша тапсырманы орындайсыңдар. Мынау не деп тұр? Егер кімде-кім ойнамаса, жазаға тартылады. Мынау не деп қыртып тұр? Күнәһар емес. Саған күнәһар керек пе? Міне! Мұның бәрі күнәһар. Мен де күнәһармын. Өтір ал! Ұрына бәрі! Түк қалдырма! Бірінші мені өлтіріп өткені! Менің семьям жоқ! Отбасым жұмысым да жоқ! Өтір ал! Міне! Газ! Балам, не болды? Не болды? Балам. Заур! Балам! Саулығын тілеймін. Мына жерде түсініксіз жағдай орын алған. Бәрін көріп отырған жалғыз куәгер ол сенсің. Сондықтан да төмендегі сілтеме арқылы өтесің. Ал сен келесі серияға алып баруға менің толықтай заң жүзінде құқығым бар. Айтқанымның бәрін орындап, соңымнан ер.